Бәріне сәлем, біз 12-ші сабаққа келдік. Біз бүгін float жайлы айтамыз. Floatты қай жерде қолданатынын бірінші айтып жіберейін. Кез келген сайтқа қарасаңыздар, осындай структурадан, макеттен тұрады. Header жоғары жағы, сол жағында navigation болуы мүмкін, қандай да бір сілтемелер. Жаңа ортасында керек контент және төменгі жағында footer. Басқа да элементтер қосылуы мүмкін, әрине, сайтты күрделендіріп. Бірінші сайттар жасалған, қарапайым сайттар, олар осындай макетте жасалған болатын. Сондықтан бұларға float жеткілікті болған. Float арқылы осының бәрін жасауға болады. Бірақ қазіргі жағдайда сайттар өте күрделеніп кетті. Сондықтан float жеткіліксіз болып, жаңадан flex, grid деген мүмкіндіктер пайда болды, соларды қолдану. Бірақ оларды кейінгі сабақтарда айтатын боламыз. Әзірге бүгін float. Біз мына макетті өзіміз жасап көрейік. Түсіну үшін қараңыздар, header, sidebar, content және footer, осы 4 элемент бар. Мен жеңіл болу үшін бәрін div-пен қоя салдым. Және әрқайсысына padding бердім 20 пиксельден, және әрқайсысын анықтау үшін түстерін әртүрлі қойдым. Енді бастайық. Бізде ең бірінші көзге түсіп тұрған мына sidebar мен контент екі жаққа кету керек. Ол үшін сол floatты қолданайық. Контент бізде оң жақта, right, sidebar сол жақта, left. Жаңартам. Бізде sidebar мен контент екі жаққа кетті, бірақ қараңыздар, ортасы ашық қалды да, ортасына footer келді. Не үшін олай болды? Себебі қараңыздар, мына sidebar мен контент main дегеннің ішінде тұр, main деген div-тің ішінде. Және ол div биіктігін 0 қылып тастады, сол үшін footer жоғары көтеріліп кетті. Main не үшін жоғары көтерді? Себебі оның ішіндегі child'тар float болғандықтан оларды көрмей қалды. Float берсеңіздер, жалпы float'ның бір қасиеті, басқа элементтер оны көрмей қалады. Былайша айтқанда, потогы келе жатыр, бәрін орнына қойып келе жатыр браузер. Float'ты көрген кезде оны былайша айтқанда басқаларға көрсетпей тастайды, келесі элементтер жоғары көтеріліп кетеді. Бұны түзеу үшін ең қарапайым әдісі, мына mainге біз стиль берейік, мынадай. Mainге overflow auto. Осылай берген кезде main енді көретін болады. Бізде көрді, бәрі дұрыс болды. Footer төмен қарай түсті. Енді бір минус болып тұр, мына ортасы бізде ашық қалды, sidebar мен контенттің. Ол екеуін келтіру үшін енді қараңыздар, ойланып көрейік. Мынау примерно 25% алып тұр. Жалпы ұзындықтың немесе 20%. Қалған бөлігін контент алып тұр. Яғни біз width-бен бұл жерде жұмыс істейміз. Sidebar-ға width берейік 20%. Қалғанын контент болу керек. Width 80%. Жаңартам. Сыймай қалды, себебі бізде паддингтер бар. Паддингтер бар болғандықтан біз әрине мына жұлдызшаны қоюымыз керек. Сабақтарда біз border box sizing жайлы айтқанбыз. Border box берген кезде бұл біздің дұрыс болады. Sidebar сол жақта, контент оң жақта, жалпы бәрі дұрыс болды. Енді мынадай мысал болсын, егер бізде main болмаса, бізде тағы да біздің layout сынып қалды. Footer'ды қарасақ, ол жоғары көтеріліп кетті тағы да. Ал контент мен sidebar өз орындарында. Footer'ды жөндеу үшін бізде енді clear деген тағы бір property бар. Clear boss дегенді береміз. Boss не үшін екенін қазір түсіндіремін. Сол кезде footer дұрыс біз ойлағандай жерге келді. Clear не істейді? Clear оның үстіңгі жағындағы элементтерді қарайды да, олар float болса ода, оның float'ын көретін болады және өзі соған сай төмен қарай түсетін болады. Негізі Clear'дің тағы да екі мағынасы бар.
right пен left. Енді оларды кезек-кезек қарастырып көрейік. Мысалы, бізде сайдбар болмаған болса, сайдбар жоқ, контент енді оң жағында ғой. Және мына жерге әзірге leftті бере тұрайық. Болады екен. Артайық. Бізде футер тағы да жоғары көтеріліп кетті. Бұны орнына дұрыстап келтіру үшін райтты беру керек. Себебі қараңыздар, контент бізде оң жақта, иә. Сондықтан clear футерге, clear оң жағынан болу керек. Футерге біз right оң жағынан бердік, сол кезде ол төмен қарай түсті. Ал егер жаңағыдай left бергенде ол бұзылып қалып тұр бізде. Сайдбарды қайтадан әкелейік та, енді контентті ауыстырып көрейік. Right тұра берсін. Жаңартам, қайтадан футер жоғары кетіп қалды. Енді leftті берем. Бізде футер өз орнына келді. Және boss'ты да қолдануға болады. Boss'ты берсем, әрине ол екеуіне де орындалғандықтан, қай жағдай болмасын, футер өз орнына келеді.